Баршаңызға сәлем. Бүгін шоколадты шұжықты дайындайтын боламыз. Өте тез әрі оңай жасалынады. Жасап көріңіздер. Ол үшін дүкеннен жиі алатын қарапайым печеньелер қажет. Печеньелерімізді бірінші қолмен, кейін оқтаудың көмегімен жақсылап үгітіп аламыз. Егер де сіздерде блендер болса, блендердің көмегімен печеньемізді үгітсеңіздер болады. Егер болмаса, мен сияқты оқтаудың көмегімен үгітіңіздер. Үгітілген печеньені таза ыдысқа салып аламыз. Үстіне оның сахарная пудрамызды саламыз. Кейін сары майымызды қосамыз. Сары майымызды ертіп аламыз. Үстіне сүтімізді қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Кейін үстіне какаомызды қосамыз. Мен 4 ас қасық какао қостым. Барлығын қосып болғаннан кейін силиконды күрекшемен немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне дәнімізді қосамыз. Грецкий орех немесе фундук қоссаңыздар болады. Қолмен жақсылап араластырып қамыр илейміз. Қамыр бізде сұйық емес, қатты да болып шықпау керек, өте жұмсақ болып шығу қажет. Міне бізде осындай консистенция шықты. Енді пищевая пленкамызды аламыз да, үстіне дайын болған қамырымызды ортасына қойып, үстін басып, формаға келтіріп аламыз. Пищевая пленканы ұзынырақ болған жақсы. Кейін оны рулет сияқты ораймыз. Екі жағында жақсылап орап аламыз. Міне біздің шоколадты шұжығымыз дайын. Мен жарты сағатқа мұздатқышқа салып қойдым, тезірек қатуы үшін. Енді шоколадты шұжығымызды жақсылап кесіп алсақ болады. Міне барлығын жақсылап кесіп алдық. Әсемдік үшін мен шоколадты ерітіп пайдаландым. Водяной баняда бірінші ерітіп, кейін жақсылап суытып аламыз. Барлық шоколадты шұжығымызды шоколадтың үстіне батырамыз. Егер қажет деп санамасаңыздар, шоколадты пайдаланбасаңыздар да болады. Бұл тек әсемдік үшін. Кейін үстіне сахарная пудрамызды немесе кокосовая стружкамызды себеміз. Міне біздің шоколадты шұжығымыз дайын. Өте дәмді, ауызда ериді. Жасап көріңіздер. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын.